Сәлем достар. Бүгінгі шолып өтетін саламыздың бірі автоэлектрика. Әрине, мәшіне деген біздің өміріміздің нақ өзіне кіріп кетті. Отбасымыздың жаңа бір мүшесі сияқты болып кетті мәшіне деген. Мәшіне деген өзіне көп талғам ететін нәрсе. Ол бір жағынан жаңаға ішіп жейтіні, содан кейін киіндіретіні деген сияқты жаңағы баптау тағысы бар. Мәшіне индустриясының айналасында енді көптеген бизнестер бар. Ол мысалы жанармай құю, немесе жаңағы бөлшектер шығару, немесе жаңағы жол салу сияқты. Бірақ біздің бүгін кәсіп ретінде қарастыратын дүниеміз ол жай ғана автоэлектрик кәсібі. Негізінен электрик деген енді көзге көрінбейтін, мысалға ірі сияқты, мысалы кірпіш қалау сияқты нәрсе емес та. Кірпіш қаласаң жаңағы бір күнде бір дуалды көтеріп тастауға болады. Ал электрик болса шұқылап, мысалы сен күніге бір мынаяқта былай қарай сымды тартсаң, немесе жаңағы бір ажыратқыш, немесе жаңағы бірдеңке орнатсаң, оны күні бойы сонымен айналысып жаңағы жұрт сұрауы мүмкін, ей сен не істеп жүрсің, тым көрінбейді ғой деген сияқты. Сол сияқты жұмыс әркім елемейді. Ал мысалға мәшинеге керек келетін болсақ, ол да жаңағы үлкен бір қызмет көрсету орталық ашудың да қажет жоқ негізінен. Бірақ білім қажет етеді. Содан кейін мысалға өзіңнің дағдың сондай бір ептілікті қажет ететін сондай бір жұмыс. Егер жақсы игеріп кетсең, марапаттан басқа ештеңе саған келмейді деймін. Енді оның несі де бар ғой, жаңағы жақсылығы өте көп. Сондықтан бұл кәсіпке кіру үшін аса көп нені қажет етпейді, тек қана білім. Ал білімді де жаңағы мысалға біз жүйелі түрде қарастырсақ, сол кезде жаңағы ең бастысы электр деген не екенін түсінуіміз керек. Ол үшін мысалға деймін, мысалға мынау батарейді алайық. Мына батарей бұның ішінде электр бар екен анық. Бұның да плюс пен минусы бар. Мысалға сен осы плюс не, минус не? Қаншама вольт. Вольт дегеніміз кәдімгідей кернеу. Мына вольтты бұның ішіндегі тоқ. Бұны неге мысал ретінде алдым? Өйткені бұл тоқ тұрақты электр ішіндегі. Бұны былай деп белгілейді. Менікі мынау тақтайым қисық болып тұр. Мейлі. Қазір мынандай. Және мына былай көрсетейік. Міне мынау кернеудің белгісі, немесе В әрпімен. Мысалға біздің мына ішіндегі кернеу 1,5 вольт. Вольт деген сөзден шыққан, тегі жазуға болады, осылай вольт деп. Немесе 1,5 вольт деген. Бізге мысалға жаңағы тоқтың күші қажет емес қазір білуге. Тек қана соны вольтпен ғана жүрейік, соны көрейік. Мысалы 1,5 вольт деп айттық. Ал егер үйде, мысалға үйдегі тоқ ол айнымалы электр. Бұл айнымалы
не үшін білу керек бұндай нәрсені? Мысалға біз қазір кернеуді өлшеу үшін мынандай мультиметр деген құрал. Міне мультиметр, сымы бар, міне сымы. Осы сыммен өлшейміз қазір. Бірақ оны өлшеу үшін мына белгілердің мағынасын білу керек. Мына ішінде қандай болатын болса, мынау батарейдің ішінде. Сол кезде мынау тұрақты тоқ болғаннан кейін біз тұрақтыға қоямыз. Мына жағында ақ әрпі бар, бұл цифрлармен жазылған. Бұл тұрақты. Ал мынау керісінше мына қарай жүретін болсақ, мына жерде В әрпі жазылып тұр, және мынандай белгішесі бар. Демек, бізге бұл қажет емес. Мен мысалға 20 деген бөлікке қойып қойдым. 20. Біз 20 бөлсек, бізді майдалап мысалға 500-ге қоятын болсақ, 500-ге. Қазір біздің жарым вольт деген 500-ге қараған кезде өте майда кернеу. Сондықтан ол қысқартылып кетеді. Сондықтан мені мынандай көрсетеді, 1 деп көрсетеді. 0,1 вольт. Вольт емес енді, мынау көрсеткіші. Сондықтан біз 200-ге де қоймай 20-ға қоямыз. Сол кезде мынау 0,81 екен тегі. Міне қысқартты деген сөз сол ғой. Бұның 1-ге дейін болатын болса да, немесе 1-ден асып кетсе де, әйтеуір 1-дің айналасында болатын болса, бұл қысқартып 1 деп көрсетеді. Егер 500-ге қоятын болсақ. Енді сол мына жерде 20 қоятын болсақ, 20-да мынау 10-нан 1 бөлігіне дейін, осы 1 вольттың 11 бөлігіне дейін көрсетеді. Сондықтан қазір білдік сондай екен. Бұл не үшін керек? Енді жалпы айтқанда автоэлектрик кәсібін игеру үшін осындай мысалға ең бастысы плюс пен минусын білу керек та. Плюс деген не, заряд деген не? Негізінен мынау электр шыққалы электрдің электрондар қозғалысы екенін біліп, содан кейін ол білімді жүйеге келтірген кезде бұл электрондар былай, мысалға айтқан кезде оңнан солға қарай жүретіні бар, солдан оңға да жүретін зарядтары бар екен. Мысалға мынау батарейді алатын болсақ, бұл батарейдің мынаяқтан мынаға қарай, мынаяқтан былай қарата жүретін электрондары бар. Сондықтан бұны белгілеу үшін бұл белгіні мысалға деп плюс деп қойған. Содан бері плюс пен минус деп ажыратады. Сондықтан тоқ былай да жүреді, былай да жүретінін біліп жүру керек әркімге. Ал біздің мынау әңгімемізде сол кәсіпке бет бұрған адам өте үлкен мағына беру керек айтылған сөзге. Ал енді біз автомобиль несіне келетін болсақ, схемасына. Қазір сол міне мысал ретінде біз осы схеманы қарастырайық. Бұл УАЗ ба, сондай бір машинаның жалпы схемасы. Мынау біз неде өткенбіз автомектепте автомобиль жүргізу үйрену кезінде бізге осындай схемалар көрсеткен. Бұның бәрін біз білеміз ғой деген сияқты әңгімелер әрине туы мүмкін.
бірақ мейлі ол да білім артық болмайды, ол тіпті жақсы болады. Мысалға бұл жерде жаңағы мынау сақтау қоры, мына аккумулятор, электр сақтайтын және көзі деп айтуға болады. Электрдің көзі бұл аккумулятор. Бұл мысалға мынау генератор. Бұл генератор мәшіне оталған кезде тоқ шығара бастайды. Содан кейін мынау бүткіл осы схеманың бәрін қамтамасыз етеді. Жаңағы айтылған электр кернеуімен. Егер әрине мысалға біз мәшінеге диагностика тексеріс жасаған кезде ең алдымен мынандай мультиметр сияқты мынандай бір қарапайым құралды қолдануымызға болады. Өйткені мәшіне дегеніміз 12 вольт. Енді жүк мәшінесі ол 24 вольт. Оның өзінде де жаңағы 12 вольт деген ол мынандай ресми түрде айтылған нәрсе. Негізінен бір 14, 13, 15-ге дейін баруы мүмкін жаңағы кернеудің сондай жоғарылығы. Ал төмен болатын болса, жаңағы біздің батарейкамыз 0,8 болды. 0,8 деген ол сағат жүргізе алмайтын сондай кернеуі союз болып кетті. Сондықтан оны ауыстыру керек. Мысалға біз жаңағы өлшеуімізде біз жақта мысалға мынау аккумуляторды өлшесек, бір 12-13 болып тұратын болса, тіпті жақсы мәшіне оталып кетеді. Бірақ бүгінгі кезде біз мысалға жаңа жалпы схеманы қарадық. Мына жерде енді қазақ тілінде табылмады. Бірақ мысалға жаңағы басқару Toyota автомобилінің қозғалтқышын басқару электр схемасын, электр жүйесінің схемасын қарайтын болсақ, бұл жаңағы көріп кеткен жалпы электр схемасы, ол жалпы ұғымды береді. Ал егер мысалға нақты бір мәшінені қарастыратын болсақ, егжей-тегжейіне дейін. Соны кезде мынандай схемаларды білген, іздеп тауып, өзіңе жаңағы айтып кеткен дағды деген сөзді. Дағды деген сөз ол сен өзіңнің тәжірибең. Toyota'нікі бір бөлек, Peugeot'нікі немесе жаңағы былай мынандай Toyota, Volkswagen немесе Mercedes, сондай мәшінелердің атын айтайықшы. Қазақстанда Peugeot деген онша аз емес, көп емес қой. Сол сияқты жаңағы әр өзінің. Содан кейін әрбір мысалға жаңағы сым үзіліп кетсе, оны бұрай салып жаңағы сондай жөндей салатын электрика емес. Бұл мысалға сен кәдімгідей кәсіби айналысатын болсаң, бұл әрбір істеу, әрбір құралдардың жаңа ішінде қалай істейтін, соның бәрін әрине білу өте керек. Мысалға біз жалпы мәшіне от алмай қалды деген сөз емес. Мысалға бізде жаңағы кондиционер істемей қалды, немесе жаңағы жылдамдық, мысалы 8 пен 10, мына жақта мына парковка жағынан мысалға, немесе
орталық құлыптау сол жағынан қарайтын болсақ, немесе жаңағы жалпы салон, жалпы мынау Toyota мәшиненің не жақтауының электр құрылғыларын қарастыратын болсақ, сондай әр мәшиненің өзінің жаңағы бір бөліктерінен өзінің бір схемасы іздеп таба алатындай сондай дағды болу керек. Дағды деген сол. Сондықтан мынандай жаңағы қолыңа енді ең алдымен осындай құралдармен қолдануды үйрену керек. Содан кейін диагностика жасайтын сондай тағы өзінің құралдары болады. Сондықтан осы бүгінгі осындай шолуымызды осы жерде тоқтатайық. Келесі мәрте сондай бір диагностика құралдарын қарастырып өтуге де болады.